2016 жылдың сәуір айы. Рина есімді жапондық қыз үйінен шығып, одан соң оны ешкім көрмеді. Бұл жағдай байқаусызда болды ма, немесе бұның артында қандайда бір зұлымдық жатыр ма? Оны біз бүгінгі видеодан біле аламыз. Барлықтарыңызға сәлем, арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басу арқылы бізді қолдай аласыздар. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы. Бүгін біз Рина Шимабукуроның сұмдық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Окинава аралында орналасқан Урума қаласына қош келдіңіздер. Дәл осы жерде видеомыздың басты кейіпкері 20 жасар Рина Шимабукуро өмір сүретін. Ол кішігірім 2 бөлмелі пәтерде тұрды. Еңбексүйгіш жұмысшы болып, әріптестермен қарым-қатынастары өте жақсы еді. Сонымен қатар, би мен ән айтуды да ұнататын. Рина үйінің жалғыз баласы болып, өскенде үлкен отбасы болуды қалады. Өсе келе достарына, мен 6 баланың анасы болғым келеді деген сияқты ішкі ойларын айтатын. Солай 2015 жылы ол жергілікті окинавалық жігітпен қарым-қатынасты бастайды. Жапондық бақтың қорғанысынан біз жігіттің шын нақты есімін біле алмаймыз, сондықтан біз оған Акайо деген ат береміз. Акайо жайлы не білеміз? Ол Ринаға өте жақсы қарайтын және өз ортасында сыйлы адамдардың бірі болды. Акайо қыздың отбасымен жолығып, келісімін де алған. Әдетте Жапонияда көбінесе арақатынас ата-ананың әсерінен бұзылатын еді. Ал Акайо мен Ринада бәрі өте жақсы болып, ақырында екеуі Урумадан пәтер жалдап бірге тұруға шешім қабылдайды. Күнде уақыттарын бірге өткізіп, барлығы керемет өрбуде. Алайда 2016 жылдың сәуір айындағы жағдай бәрін бүлдірді. Сәуір айының тамаша бір күнінде Рина кешкісін серуендеуге шығады. Сағат 20:00-де үстіне қара күртеше, аяғына қызыл аяқ киім киген ол сырттан есікті кілттеп кетеді. Қыз Акайомен мессенджерлер арқылы байланыста болады. Ол оған серуендеуге кеттім, біраз уақыттан соң үйге келемін деп хабарлама жазып жібереді. Рина жұмыстан соң каналдың жағасында жиі серуендейтін және дәл осы жерде ол өзін қауіпсіз сезінетін. Арадан көп уақыт өтіп, қараңғы түн басталады. Акайоның ішінде уайым сезімі басым болып, түнгі 2:00-де ол қызға SMS жазады. Және 5 минуттан соң мессенджерден оның хабарламасы оқылды деп шығады. Тек сол сәтте ғана Акайоның жаны жай тауып, бәлкім ол құрбысын кездестіріп қалып, біраз отырып қалған шығар деп ойлайды. Осылайша жігіт ұйықтап қалады. Таңертең ұйқысынан ерте тұрып, үйді қараса, Рина жоқ. Ал түнде жазған хабарламасына жауап әлі де келмеген. Күдікті бір нәрсені сезіп, сол күні, яғни 29 сәуір, жергілікті полицияға қызы Рина Шимабукуроның жоғалғанын жеткізеді. Полиция пәтерге өте жылдам келіп, Акайодан болған оқиғаны жіті сұрап алады. Сонымен қатар, әлеуметтік желілердің арқасында Ринаның барлық достарынан қызды сұрап шығады. Осы сәтте көптеген болжам пайда бола бастады. Біреулер бұл кездейсоқ болған жағдай десе, біреулер бұған Акайоның қатысы бар деп болжады. Полиция бәлкім көрген білген адам пайда болар деген ниетпен Ринаның суреттерін таратады. Іздеудің алғашқы күндері ешқандай нәтиже бермеді. Тек бірнеше күннен соң ғана полиция Ринаның телефонына назар аударады. Оның телефоны соңғы рет Акайоның хабарламасын оқыған кезде ғана жұмыс жасаған. Және де сол уақытта Рина каналдың жанында болғанын анықтайды. Бұл офицерлер үшін өте маңызды жаңалық болды. Олар сол жердегі жұмысшылардан тергеу алуға аттанады. Ал басқа топ каналдың маңынан қандайда бір айғақты іздейді. Бір уақытта полиция камераны қарауға шешім қабылдайды. Өкінішке орай, бейнежазбаны табу бізге мүмкін болмады. Бірақ та, сол күні қызыл түсті көліктің иесі өзін бір түрлі ұстайды. Ал бұл көлік Кенава аралында жұмыс жасайтын 32 жасар теңіз күзетшісі Кеннет Шинзатоға тиесілі еді. Кеннет Нью-Йорк қаласында туып өскен. Анасының есімі Ширли Гатсон. Ол мектепте өте бұзық болып, сол үшін анасымен жиі айқайласып қалатын. Ақырында бұған шыдамаған анасы оны психиатриялық ауруханаға апарады.
1997 жылы Кеннеттің жасы 11-ге келгенде анасы ата-аналық құқықтан айырылып, баласы өгей отбасының қолына беріледі. 18 жасқа дейін ол сондай 5 отбасы ауыстырып, ақырында анасының жанынан үй жалдайды. Ары қарай теңіз қауіпсіздігіне оқуға түсіп, 7 жыл дегенде оқуды аяқтайды да 2014 жылы жұмысқа тұрады. Сол жақтан өзіне ұнайтын қызды кездестіреді және уақыт өте келе екеуі үйленеді. Кеннет анасынан алшақтау үшін қыздың фамилиясына өтеді және 2016 жылдың наурыз айында Кеннет әке атанады. Ал арадан 2 ай өткеннен соң оның көлігі Рина жоғалған жердің камерасына түсіп, бұл істегі жалғыз күдікті адам болады. Неліктен ол бұл жерде жүр? Оның Ринаға қандай қатысы болды деген секілді сұрақтар полициялардың ойларына тыным бермеді. 16 мамыр күні Кеннет тергеуге шақырылады. Жігіт барлық сұраққа кері жауап тауып, кінәсіз екендігін айтып отырды. Солай ешқандай дәлел таппағаннан соң Кеннет босатылады, бірақ полициялар оның көлігін экспертизаға тапсырады. Бөлімшеден шыға салысымен жігіт дәріханаға соғып, өте көп мөлшерде ұйқы дәрісін және 2 литр виски сатып алады. Кеннет өз-өзіне қол жұмсауға тырысады, алайда мүмкін болмағаннан соң ол ауруханаға жіберіледі. Шыққаннан соң сол күні тағы да 2 литр вискиді бір түнде ішіп қояды. Арадан тағы бір күн өткеннен соң полиция алып кеткен Кеннеттің көлігі бойынша ДНК тестінің нәтижесі шығады. Және де көліктегі ДНК толықтай Ринаның үйінен табылған ДНК-мен сәйкес келеді. Осыдан соң ғана Кеннет барлығын мойындайды. Ол полицияларға Ринаны қайдан табылатындарын айтады. Айтылған мекенжайға жеткен офицерлер жолдың жанына лақтырылған қара чемоданға тап болады. Ал ішінде жас қыздың өлі денесі жатты. ДНК анализі бұл қыз Рина Шимабукуро екенін дәлелдеді. Ары қарай Кеннет жасырғаннан түк шықпайтынын түсініп, барлығын толықтай айтуды жөн көреді. 2016 жылдың 28 сәуір күні Кеннет Урума көшелерінің бірінде көлікпен кетіп бара жатып, жалғыз жүрген қызды көзі шалады. Оның айтуынша, жігіт бала кезден адамдарға жамандық жасауды армандаған екен. Әйелдерді, тіпті өзінің анасының өмірін жалмауды қиялдап, сондай үлкен бір трагедия жасауды мақсат етеді. Кеннеттің әскерге баруының бірден бір себебі ол жақта мен адамдарды қарумен атып, өлтіре аламын деп ойлады. Сол түні Рина тыныш көшелердің бірінде жалғыз кетіп бара жатқанынан соң, бұл Кеннет үшін өте керемет мүмкіндік болды. Алғашқыда көлікпен аңдып, жоспар құрып алады. Содан соң көлікпен бір жерге тұрақтап, жаяу аңдуға кіріседі. Жылдамдығын арттыра отырып, қыздың жанына жеткен ол, артынан бір темірмен ұрып құлатады. Рина жігітті итеріп қашып бара жатқанда, қорқып кеткен Кеннет пышағын шығарып, бірнеше рет оған сұғып алады. Солай көлігіне барып, чемодан алады да мәйітті ішіне салады. Шамамен 20 шақырымдай жүріп, тыныш жолдың жиегіне барып тоқтайды. Чемоданды болса сол жерге лақтырып, ары қарай өзі ештеңе болмағандай кете береді. Жігіт сотта барлығын мойындайды, алайда Кеннет Шинзато мәңгілікке бас бостандығынан айыру туралы жазадан бәрібірде құтыла алмады. Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Коммент әрдайым ашық. Видео туралы пікірлеріңізді жазсаңыздар, біз міндетті түрде оқимыз. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.